Сәлем достар, мен сіздерге мындай пұрақ бұзау тайыншаларды қалай үлкейту керек. Міне бізде баста мындай пұрақ бұзаулар кішігірім кішкентай пұрақ бұзау. Бұны біз бір қойдың ақшасына алдық, бұл бұзауды. Ал біз бұны бұлай өсіре бірінен кейін бір мынау қазір қараңыздар. Бұл бір бұзаулық тайыншаны осылай өсірдік. Өте үлкен. Андай пұрақ бұзауларды қалай бұлай үлкейтуге болады, қалай семіртуге болады. Пұрақ малды қалай семіртуге болады. Сол жайлы видео түсірейін. Егер сіздер түсір, оны қалай үлкейтуге болады, не береді деген қызық ақпарат болса, жазып отырыңыздар. Мен сіздерге көрсетемін. Менде қазір 3, 6, 7, 8 тайыншалар бар. Басында бұларда кішкентай мынандай тайыншалар. Мынау ең кішігі, онан кейін мынау қарасаңыздар, бірінен бірі үлкен. Бұлай бой салыстырсақ та, дәл осылай қалай үлкейтуге болады. Сол жайлы видео түсірем. Мынау қазір ең кішігі екеуі. Бұлар қарасаңыздар, сүт емген бұзау сияқты, бірақ бұлар сүт емген жоқ. Басында осындай пұрақ мал болды. Өте әлсіз, үсті бастары қотыр. Сондай бұзаулар болған. Одан үлкейе мындай болды, одан үлкейе андай. Аналар қазір, мысалы біз басында мынаны 100 мың, 70 мың сондайларға алдық. Енді оны сатсаң 300 мың, 600 мың, 500 мың сондай бағаларда сатасыздар. Дәл осылай малды қалай өсіру, қалай семірту керек, не беру керек, не жегізу керек деген сұрақтар болса, маған қойыңыздар. Мен сол бойынша видео салып, түсіріп отырам. Сіздерге қызықты болса, мен мына жетеуінің не ішіп, не жегенде салып отырайын. Менде қазір осы жетеуі бар. Бір-екеуін сатып тастадық, осы қазір жетеу қалды. Мына жақта сиыр бар. Бұл сиырдың бұзауы жоқ. Өзін сауып ішіп отырмыз. Қысыр қалған. Ал атымыз бар. Бұл мінетін ат. Міне осылай бұлардың не жегендері қызық болса, айтыңыздар. Міне кішкентай, ең кішігі мынау. Бұл қалай кішкентай бола тұра. Мысалы қарасаңыздар, ең кішігі осы. Ал мынау үлкендері. Бұларда басында сондай болған. Басында бұларда сондай кішкентай болған. Кейіндеп ішіп жеуі арқылы осылай семірді. Бұлардың ең бастысы ішіп жеуі. Және де жылы жерде тұрғаны сол қалыпты. Жылы болғанда өте ыстық емес. Біз қазір міне астына ештеңеде төселген жоқ. Бұлардың ішіп жеуінің арқасында осылай үлкейді. Бұл қызықты болса, маған тіркеліп жазылыңыздар. Мен сол бойынша видео салайын. Қызықты болса, егерде айтыңыздар. Бұны не беріп атырғанын бәрін, егер қызықты болса, видеоға түсіріп салам тағы да. Не ішкен, не жеген уақытысында қанша уақыт беру керек, жемді, суды, шөпті қай уақыттарда беру керек, солардың бәрін сіздерге түсіріп салып отырам. Мынау қотыр, қазір қотыр бұзау. Көресіздер, осыны қарап отырсаңыздар, бұл сатылатын кезде аналардан да үлкен болып шығады. Мен мысалы қазір мыналарды 70 мыңға алып, ал андай үлкен болған кезде 700 мыңға сатам, еселеп. Оның пайдасы осы баққаның арқасы, бергеннің арқасы, ауыздарына бәрін. Осындай видеолар қызықты болса, айтыңыздар. Менде қазір қарасаңыздар, ең кішігі мынау. Ең үлкені аналар. Қызығушылық болса, маған жазып, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, айтыңыздар. Қазір қарындары тоқ, қасынып, бірін-бірі жалап, сөйтіп қызықты өмірлерін өткізіп отыр. Соғымдық болып кететінін білмейді. Қараңыздар, мынау ең күшті. Басында мыналарда кеңірдек жоқ, арық. Қараңыздар, арық кішкентай. Енді бұлар бұлай үлкейеді. Қараңыздар. Мына жерлерінде кеңірдектер бар. Мына дәубастары. Осылай үлкейеді. Оны семірту үшін не істеу керек, қызықты болса маған жазыңыздар.
міне бұның үлкендігі анеке ұқсамайды. Басында мына тайыншада мына кішкентай бұзау сияқты болған. Міне мына кішкентай. Мынада сондай болған. Қазір үлкейіп не ананы сүзіп жатыр. Осындай қызықты видеолар керек болса айтыңыз. Ең кішкентай мынау. Потом мынау бүйтіп қатарменен. Мысалы бүйтіп отырмыз ғой. Мына жерге новыйын әкелетін кезде ана жақтан біреуін сатамыз. Сол сөйтіп мына қора жетеді. Мына жақта бұзау тайыншалар, мына жақта ат пен сиыр. Мына менің қорам.